Жеміс беру үшін осылай жас бұтақ қалдыру керек. Осылардың бойындағы мына бүршіктер ғана, осылар ғана гүл ашады, жеміс береді. Ал енді көп жылдық бұтақтар кез келген көп жылдық бұтақ шығару мүмкін, осы жерден шығуы мүмкін, мына жерден де шығуы мүмкін. Бірақ та олар жеміс беретін, гүл ашатын сабақ болып шықпайды еш уақытта. Сондықтан да осылай бір жылдықтарды қалдырамыз. Бір жылдықтың бойындағы мына бүршіктер ғана жеміс береді. Міне. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз жүзімдерді кесу, көмуге дайындау, қыс алдындағы жұмыстармен айналысамыз. Жүзімдерді кесудің әртүрлі әдістері бар. Жалпы кейбіреулер биік қылып өсіру үшін оны көлеңке ретінде жасауы мүмкін. Ал енді кейбіреулер мынау сияқты адам бойындай биіктікте өсіргісі келсе, осы әдіс тамаша сай келеді. Мен өзім қалай өсіремін, сол әдісте кесудің жолдарын бүгін сіздерге көрсетемін. Біздегі жүзімдер көп жылдық бұтақтарына төменгі бірінші сымда байланады. Одан кейінгі жоғарғы қарай кететін бұтақтардың бәрі мынау бір жылдық уақытша бұтақтар. Олардың бәрі көктемде қайтадан түсіріледі. Одан кейін жыл бойы қайтадан өсіп, осылай артқа қайтарылып отырады. Осы әдіспен өсірген кезде біздің жүзіміміз мына биіктіктен ары қарай кетіп қалмайды. Және де осы деңгейде ұстап тұрамыз. Ал енді жемістердің бәрі мына төменгі осы бір деңгейде болады. Мына қарап тұрсақ, мынау құстар жеп қойған жемістердің орнын көруге болады. Міне жемістер, міне жемістер, міне жемістер. Биыл біздерге құстар қатты зиян берді. Енді балалар жеді жегенін, бірақ та енді көбін осылай піспей жатып та жеп қойған жағдайлар болды. Жемістердің бәрі көрсеткім келгені осы деңгейде болады. Міне жеміс, одан ары қарай бармайды. Енді кесуге келетін болсақ, мен өткен жылда көрсеткенмін. Және де мына жаз кезінде мен осы бұтақтарды қалай өсіру керек, қалай байлау керек, ол туралы да мен видеолар салғанмын, оларды да қарасаңыздар болады. Дәл қазір енді қыс алдындағы кесу. Ол үшін біз бұл жерде жүзімді кесу әдісі жан жаққа қарай жеңдер тарайды. Оң жаққа екеу, сол жаққа екеу, және де ортаны жабу үшін тағы да бір жең қалдырылады. Сол кезде бұл жерде 5 жең болу керек. Бұл жерде біреу артық, мүмкін алып тастармыз, мүмкін қалдырып қоярмыз, оны көреміз қазір. Енді алдымен әрбір жеңнен біз ең жақсы, ең жақын өскен сияқты бір жылдық бұтақты таңдап аламыз. Мына жеңді қарайтын болсақ, мынау келе жатыр, міне төбенен шығып, одан кейін мына жерде мынау мықты бұтақ, соған қарай мынаны кесіп тастаймыз. Одан ар жағында өскеннің барлығының бізге қажеті жоқ. Мынаны таңдадық. Мынау бұтақ. Бүршіктердің бәрі ұйқыда. Ал енді биіктігін қандай биіктіктен кесемін мен? Биіктігін мынау адам бойындай биіктіктен, соңғы сымның алдындағы сым темірдің кішкене жоғарырақ алып осылай кесемін. Мынау біздің таңдалған бұтақ, міне бүршіктері жақсы жетілген, және де өзінің жуандығы да тамаша. Осыны келесі жылға жеміс беруге қалдырамыз. Қалған бұтақтардың бәрін кесіп алып тастаймыз. Мынау тұр, міне осылай қалдырып қойсақ болады. Енді келесісін таңдаймыз. Мынау бізде жаңа ғана айттық, артық бұтақ, оны осылай кесе тұрақ, одан кейін көреміз оны. Ары қарай не істейміз? Ол кішкене әлсізданып қалған екен, және де мүмкін түбінен толық алып тастаймыз. Бізге мына жерден 2, және де 3-ші мына ортаны жапқанға бір бұтақ қажет, ар жағына 2 бұтақ қажет. Соның өзі бізге жеткілікті. Енді келесісі мындай артықтарын дереу алып тастасақ болады осылай. Артықтарын бәрін алаңсыз алып тастай береміз. Мына енді келесі бұтақ төмен жағынан шығып тұр. Одан кейін келеді. Бірінші ең жақын орналасқан бұтақ бізде қосарланып кеткен, сондықтан да олар әлсізданып қалды, және де мына жерде жеміс болған. Одан кейінгі бұтақ бізде жақсы. Біз соны қалдырамыз. Мынаны қалдыра алмаймыз, өйткені ол әлсіз. Сондықтан да одан кейінгісін қалдырамыз, осыдан кесеміз. Мына жағын бәрін біз алып тастаймыз. Мыналардың бәрінің бізге керегі жоқ. Мынаны толық алып тастаймыз. Қазір мына жер жақсырек ашылған кезде сіздерге көрінетін болады. Биіктігінде сондай биіктікте қалдырамыз. Міне биіктігін қалдырдық. Бұл бұтақтың да жетілуі жақсы жетілген бұтақ. Одан кейін мынандай әлсіздерді, оны 1-2 бүршік қалдырып осылай кесіп қойса да болады.
толық алып тастағымыз келмесе, осылай қалдырсақ та болады. Бұл жерден жаңадан жазда жеміс те беруі мүмкін, немесе жақсы бұтақта өсіп шығуы мүмкін. Сондықтан да осылай қалдырамыз. Мына 2 бұтақпен жұмыс істедік. Енді үшіншісі ар жағында тұрған мына бұтақ. Ол жерде, мына жерде 2 бұтақ тарап тұр. Қайсысы мықтырек, сонысын қалдырсақ болады. Мынаусы кішкене тігінен өскен екен. Соған қарай бағыттаймыз. Мынадан кесіп алып тастаймыз. Көп жылдықты осылай кесеміз. Одан кейін мынаусын 1-2 бұрыш қалдырып осылай кесіп қойсақ та болады. Қараңыздар, мына жерден кескеннен кейін мына жақтағы мынаның бәрі бізге артық болып қалды. Осының бәрін алып тастаймыз. Аямай кесе береміз. Мынаның бәрін біз алып тастаймыз. Мынаның бәрін ешқандай қажеті жоқ. Одан кейін бұл қалдырған бұтақтарды қалай байлауда қазір шамасын көрсетемін. Кесіп болғаннан кейін сол кезде сіздерге жақсырек түсінікті болады. Мынаның бәрін алып тастаймыз. Биіктігін онда осылай қалдырамыз. Болды, міне жапырақтарын алып тастақ болады. Бұл енді кесу жұмыстарын қалай кішкене күн салқын түскеннен кейін, өткенде бір рет бізде -1 градус аяз болды түнде, содан кейін дереу бұлар қурады. Осындай жағдай болған кезде 1-2 градус бір рет аяз түсіп алып, кейін күн жылы болып тұрған кезде осындай ауа райында кесіп қойған ыңғайлы болады. Одан кейін көметін уақыты келген кезде көме саламыз. Дәл қазір біз көмбейміз, күн жылырек болып тұр. Көму үшін бұдан да қаттырек салқын түсу керек. Сол үшін осылай жапырақтар қурап, бүршіктер ұйқыға кеткеннен кейін біз кесіп, асықпай дайындап қоя берсек болады көмуге. Дәл қазір көмбесек те, кесу жұмыстарын біз қазір жасай береміз. Мынаның бәрі бізге артық. Өз жұмыстарын атқарды. Бұларды біз бәрін алып тастаймыз. Жүзім деген өте қатты өсуші өсімдік. Сондықтан да бұларды жыл сайын осылай кесіп отырмаса, бұлар сіздерге жеткізбей кетеді. Мына бағытты біз бітірдік, міне. Одан кейін мына сол жағындағы 2 бұтағы қалды бізде. Мыналардың да алып тастаймыз. Қазір енді толық мына жер ашылған кезде сіздерге одан да жақсырек түсінікті болады. Мынау енді келесі жеңді қараймыз. Біріншісінің дамуы қалай? Біріншісінің дамуы бізге ұнамаса, екіншісін қарасақ болады, міне. Негізі мына екіншісінің бұтағының жетілуі жақсырек, сондықтан мен соны қалдырамын. Осылай кесемін. Әлсіздерін алып тастаймыз. Екеуін салыстыратын болсақ, міне. Мынау жақсырек дамыған, сондықтан да мен екіншісін қалдырғым келіп отыр. Мынау енді кішкене әлсіздеу болып тұр. Мынау әлсіз бұтақты осылай кесіп қойсақ болады. Мынаны қалдырамыз. Қалғанның бәрін алып тастаймыз. Енді одан кейінгі мына жеңді де мына төменнен шығып тұр. Ол жерде де мына жерде тамаша дамыған мына бір бұтақ бар. Мынаның бізде бәрі артық. Мынаны тіпті осылай алып тастаймыз. Енді мына жердің бәрін тазалап шығамыз. Қалдырған бұтағымызды биіктігін кесіп аламыз. Қажет жерден одан кейінгісінде биіктігін кесіп аламыз. Болды, енді қалғандардың бәрін аяусыз ала береміз. Мынаның бізге ешқайсының бізге қажеті жоқ. Оның бәрін алып тастаймыз. Мынаның бәрін алып тастаймыз.
Соңғылығында бізде не қалды? Бұл жерде әрбір жеңде бір-бір бұтақ жас бұтақтан қалды. Міне, мынау жең келе жатыр, мынау ескі. Одан кейін жаңадан мынау жас бұтақ. Осы келесі жылға жеміс беруге қалдырылады. Мынау да келе жатыр, міне. Біріншісі ең жақын орналасқаны әлсіз болды, сондықтан да оны қалдырмай, біз одан кейінгісін қалдырдық. Екінші бұтақ бізде мықтырек болды. Осыны келесі жылы жеміс беруге қалдырамыз. Жеміс беру үшін осылай жас бұтақ қалдыру керек. Осылардың бойындағы мына бүршіктер ғана, осылар ғана гүл ашады, жеміс береді. Ал енді көп жылдық бұтақтар, олар мына жерден кез келген көп жылдық бұтақ шығару мүмкін, осы жерден шығуы мүмкін, мына жерден де шығуы мүмкін. Бірақ та олар жеміс беретін, гүл ашатын сабақ болып шықпайды еш уақытта. Сондықтан да осылай бір жылдықтарды қалдырамыз. Бір жылдықтың бойындағы мына бүршіктер ғана жеміс береді, міне. Сондықтан да осылай. Келесі жағында да дәл солай. Мына жерде мынау бір бұтақ, екінші бұтақ, үшінші бұтақ. Мынау енді артығы. Осыны негізі түбінен кесіп алып тастасам да болады. Бұның бізге ешқандай кедергі, ешқандай қажеті де жоқ. Артығымен қалдырып қойып едім, мен кішкене кедергі жасайды екен, сондықтан бұны алып тастасақ болады. Негізі бір түпке осы сияқты 5 жең жетеді. Ар жағына 2, бергі жағына 2. Және де мына ортаны жабу үшін тағы біреуін ортаға осылай ортаға қалдырамыз былай. Міне. Сол кезде бұл жерге 5 болады. Және де мынау сияқты келесі жылға жеміс беруші бұтақтарды қалыптастырған кезде мен жазда кесу және де байлау жұмыстарын көрсеткенмін. Сол жерді қарасаңыздар, мынау сияқты әрбір бүршіктің жанынан жаз кезінде андай нелер қосалқы бұтақтар тарап шыға бастайды. Олардың бәрін кесіп алып тастауымыз керек. Оларды кеспесек, мынаның жарты күшін ол алып кетеді де, оның дамуы әлсіз болып қалады. Мынау сияқты, мынау әлсіз дамып тұр ғой, біз қазір мынау алып тастайтын артық бұтақ. Егер мына жердің жанында қосалқы бұтақтарды алып тастамасақ, мына жердегі жуандығы осы сияқты болып қалуы мүмкін, бірақ та олардың саны 2 болып тұрады. Одан бізге ешқандай пайда жоқ. Сондықтан да біреуді қалдыру үшін тек қана түбінен бастап біз біреу қылып өсіруіміз керек. Мына жерден басталды ма? Келе жатыр, жаз күнінде осы сияқты қосалқы бұтақтар мына жерде. Орыстар пасынкі дейді. Бөлініп шыққан кезде оның бәрін жұлып алып тастаймыз, немесе кесіп тастаймыз. Сол кезде мынау сияқты өте тамаша, келесі жылға жеміс беруге жарайтын осындай бұтақтар қалыптасады. Сондықтан да жаз күнінде кесу жұмыстарында қарап қойыңыздар. Видео салғанмын жаз кезінде. Соларды қарап қойса пайдалы болады. Осындай міне кесу. Осы күйе бізде енді көмуге дайын болды. Бір түптің мысалында көрсеттім, қалай болатын. Бүгінге достар осындай мәлімет пайдалы болған болса, арнаға жазылып, және де лайк батырмасын басып қойыңыздар. Және де пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі эфирде кездескенше